Өзіміз білетіндей, Мұқағали Мақатаев ғасыр ақыны. Биыл да Мұқағали Мақатаевтың дүниеге келгеніне 90 жыл толып отыр. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін біз көптеген жерлерден, іс-шаралардан кездестіре аламыз. Біздің отбасы мүшелеріміз де Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін сүйіп тыңдайды және жатқа айтқанды жақсы көреді. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдер жинағы өте көп. Кітаптары да бізге белгілі. Соның ішінде жүрек арызы мен аманат кітаптары біздің үйде сақталған. Әрине, бұл кітаптың біреуі ескі болса, екіншісі жаңа. Яғни бұрынғы кезде ескі кітаптарды қазір жаңа форматқа ауыстырып, жаңа үлгіде шығарып жатыр. Мұқағали Мақатаевтың әрбір өлеңі мәні, мағынасы, ішінде жатқан терең ойы адамның бойында құштарлығын оятып, келесі бір өлеңін жатқа айтсам, келесі бір өлеңін оқысам, жаттасам деген адамға ой салады. Қазіргі таңда іс-шараларда, мерекелерде Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінің кездестіруімізге болады. Мысалы, солардың бірі «Шыда-шыда», «Ей өлең», «Пай-пай өмір» деген сияқты өлеңдер. Ендеше мен солардың бірін сіздерге айтып берсем. Мұқағали Мақатаев: «Шыда-шыда». Шыда-шыда, шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мұны өмір ұнатады.